Қажақ. Масқара. Малдардан таяқ жеп тағы да қасқыр дейді ау сендерді де. Енді мына бәле шаңқылдап бүкіл орманға жаятын болды. Өсекші неме? Таяқ жегеніміз енді өтірік емес қой. Әбден қорлығы өтті ана өгіздей болған дәудің. Ей тоқты, сен өзің кітапқа үңіліп оқымысты болып кетерсің. Өміріміз бос өтіп жатыр емес пе? Әр сәтімізді көңіл өткізуге тырыспаймыз ба? Қане? Міне былай. Ей, хоп. Серке, абайлы. Ой. Өзіңе қарасаңшы, Серке. Ей, тоқты, қолыңдағы не кітап өзі? Поэзия ма, роман ба? Әлде фантастика жанры ма? Шипа туралы кітап. Шипа дейді? Ой, сенде айдың күннің аманында шипаны оқып нең бар? Деніміз сау емес пе? Ең болмаса, детектив оқсаң етті. Бақ, атыстар. Тарс, тұш, шапстар дегендей. Қай-қайдағы шыпстыратын шипаны оқып. Ой, сенде. Ойбай, тоқта. Мұнаны қара. Масқара. Аяғым жараланыпты. Мұнау қан ғой. Енді не істеймін? Бұған енді микробтар жұқса, асқынып кетеді ғой. Өлген жерім осы болар. Ей, қорқағым-ай. Тышқан құйрығын көріп жаралы болыпты деген осы екен-ау. Осындай кезде мақалайтып. Тоқты, айналайын, бірден естесеңші. Сен шипа кітабын оқып жүрсің ғой. Тездет. Ой, жаным-ай. Жырылған екен. Қазір кітапта не жазылғанын көрейік. Иә, тездетіп қарасаңшы. Жараның емі кітапта жазылған болар. Қане? Мұнда бас ауруы. Мұнда суық тигендегі емекен. Міне, дене жарақаты. Онда не депті? Шұғыл ота жасау керек екен. Не дейді? Құрыған жерім осы шығар. Сонда аяғын кесіледі ме? Ақсақ серке боп қаламын ба? Сосын, ешкілердің көзіне қалай қараймын? Ой, әзіл ғой, Серке. Жараға жағатын дәріні жазыпты. Қорқып кеттім ғой. Сен де әзіл дейтін уақытты тапқан екенсің. Бол енді не істейміз? Қазір дәрі дайындаймын. Оған дәрі шөптер керек екен. Тез қимылдасаңшы, тоқты. Тоқсыңа жаның ашымай ма не? Тоқты, не болды? Өстіп жатып арам қатпасам болғаны, тездетсеңші енді. Серке, сәл шыдаш енді. Бақ гүлінің жапырағын таба алмай жатырмын. Соны қоссам, дәрі дайын болады. Міне, ола ғой. Рахмет, қоңыз. Міне, шараға жағатын дәрі дайын болды. Құдайым-ай, дұрыс болды ғой. Қане, неге тұрсың? Тездетіп жақ енді дәріңді. Әй, тоқты, осы дәрің шынымен ем бола ма? Шөптен қателесіп кеткен жоқсың ба? Тағы уланып, о неге аттанып кетіп жүрмейін? Ай, Серке, жақсы сөз жарым ұрыс деген. Жақсы сөз айтсаңшы, бәрі дұрыс болады. Әлі-ақ жазылып кетесің. Қане көрейік. Рас па? Жараның орны да қалмапты. Ой, жарайсың, тоқты. Сен бар ғой, нағыз шипагердің өзі екенсің. Қане, хоп, бәрекелді. Хоппа! Тоқты досым, енді ешқандай
мынандай аурудан қорықпаймын. Тоқты, сенің мұндай да өнерің бар ма еді? Жағдай мәз емес, қызуы көтеріліп кетіпті. Өй, қасқырлар қызуғанда емес пе онсызда? 3 күн болды ғой қызуы көтеріліп жатқанына. Ал жігіттер, енді не істейміз? Менің жазылар түрім бар ма? Уайымдама, достым, бір амалын табамыз. Тездетіп тоқтыға бармасақ болмайды. Оның серкені жазғанын өз көзіммен көрдім. Ей, тоқтыдан шипа сұрасақ, қасқыратымызға ұят емес пе? Ей, өмірім қыл үстінде тұрғанда ұятты қойшай. Иә, бірақ бір-екі рет одан таяқта жедік. Ұяттан өліп кеткеніміз жоқ қой. Жарайды, сөзді қойып тоқты мен серкеге хат жіберейік.